қалайсыздар? Бұл жаңа влогтың басы. Қазір бәрін жолда айтып берем. Біз жолға шықтық. Негізі кәдімгідей кеш шығып келе жатырмыз. Қазір бәрінің себебін айтып түсіндірем. Движемешь густой дым вокруг. Намочил цепочек, как манту. Наливки на сцене, но в поту. Клуб пахнет, значит попаду. Міне хот-догтарды алып шықтық. Мынау машинада енді бардак болып жатыр қазір. Мұнда семечки, печенье, алма дегендей термоспен шай алдық. Қазір шай ішеміз. Біз бүгін Көлсайға шығып жолдан аяқ астынан Шарын шатқалына келдік. Негізі Шарын шатқалына келу планда болған жоқ. Қазір оказывается мында платный екен. Білмеймін ештеңге, Дархан барып билет алып жатыр. Содан кейін ішке кіреміз. Мына жерде жабықтар осылай. Мен енді өзім Шарын шатқалын кітаптан көрген болмаса, бұрын мектепте оқыған болмаса, былайша вообще білмейміз ғой, қазір көреміз. Мынадай парковкасы бар екен. Парковкаға машинаны қойып келе жатырмыз. Негізі көп тоқтағымыз, жүргіміз келіп тұрған жоқ. Қарап қайтқымыз келіп тұр. Шарында да мынадай тары бар екен. Қазір она смотровая. Вообще негізі бүгін шыққан кезде менің настроением 0 болды. Мен жылап шықтым үйден, себебі менің инстаграм аккаунтымды блокировать етіп тастады инстаграм. Мен өзім шошып кеттім басында, ойладым, ладно, потом начинаю думать, блин, в смысле? И мен по идее қазір просто андай өзімді спокойно ұстап не істеп, потому что прямо алаңдап кеттім да, жолға шыққаннан кейін. А так кәдімгідей үйде жыладым, содан басылдым, ладно, қайтарат деп біреулермен сөйлестім, сосын қайтарат деп не істегеннен кейін көп успокаивать етіп жатыр, проблема болмайды деп, содан успокаивать еттім өзімді. Қазір біз дальше Көлсайға қарай қозғаламыз уже. Кофе ішеміз ба деген сияқты қазір көреміз. Пока что просто күнді қарап, табиғатты көріп. Негізі біз кештеу келдік та кішкене, бірақ нормально. Қазір зато күшті уақытқа келдік та. Ой, короче, Тарыға келгенбіз ғой. Тарыға көтерілген өзі оңай емес екен. Енді вид кайф, бірақ лестницамен әлі көтеріп кетеміз. Ой, жарша кеттім. Бір кофе ма нәрсе ішуін. Бірақ енді андай вид жүргішті, сонда хотя бы отырып кофе ішіп демалсақ деп. А я вообще-то хочу вот эти вафли. Әлі горячий не бар екен. Соны біраз ежегім келіп тұр. Өзім мынадай үлкен террасасы бар екен. Сонда жүрім, заказ беріп қойдық. Қазір шай ішеміз астына барып. Оған дейін мына бір әдемі жұртты көріп, таңғалып, тамсанып тұрмын.
Біз, короче, Байсейіт деген жердеміз. Уже түн, тас қараңғы. Мына көше деген түгіл мынадай базар екен. Өзімізге шашлыққа заказ бердік. Қазір пісіріп жатыр, пока оған дейін үйге овощтар алайын деп отырмыз. Al güzellik. Sen kamek salar müstiget. 900 теңгеге клубника алдық, мен шашылып жатыр ішінде, қазір ішеміз. Біз жаңағы ауданнан үйге керек пияз керек болды, огурец, помидор керек болды, сондайлықтарды алдық, клубника сатып алдық. Сосын үйге шашлык алдық. Қазір үйге баратырмыз. Күшті да иісі. Иә, күшті тұр прям. 1,5 сағат ба жол бар алда. Сосын уже үйге жетеміз бұйыртса. Бүгінгі трип осымен аяқталатын сияқты. Мен ұмытып кетемін әлі, қорқып тұрмын, просто үйге келген кезде түсіруге. Сондай. Мен қазір жұмыстамын, дайындалып болдым. Қазір тамақ ішейін деп жатырмын. Менде бүгін обедке курица с пюре, сосын крабовый салат. Сәлем достар, бүгін 28 сәуір 2025 жыл. Балауса Амантайдың инстаграмы өкінішке орай блокқа кетіп қалды. Сонда да көңіл кетірмейміз, өйткені тікелей эфирдегі жұмысы бар. Инстаграмда міндетсінуге болмайды. Бірақ жылағысы келіп тұрған аңды. Абай мен көңіл киім күшті. Бұдан шаршадым, жүрегімде қанша. Кеттік. Бітті. Көрек ал. Мәне. Seni sarılmam şaşarım, yüreğimde yaşarım, oynamayın canım seni parmağım. Менде қазір примерка, бір аптаға немесе 2-3 күнге киетін образдарымды алдын ала келіп қоямыз. Бүгінгі менің образым осы болды, мынадай көйлек. Бүгін киіп шықтым. Қазір қалған 2 образды көрсетем. Бұл алдағы 2 күнге арналған образдар. Бұл келесі образ. Бұны да мен эфирге киіп шығамын. Ертең киіп шығатын шығарым деп ойлап тұрмын. Әдемі екен, маған ұнады. Арты былай түсіп тұрады екен, кәдімгідей. Әдемі екен. Негізі менен көбі сұрайды ғой, қалай таңдайсыздар образды деген сияқты. Осылай бізге стилист алып келеді. Дәл соны мен киіп қараймын, менің өлшеміме келе ме, стиліме келе ме, сол бойынша біз киіп эфирге шығамыз. Кейде болады киімдер алып келеді, бірақ маған мысалы үлкен болып кетеді, кейде слишком, кейде өзіме жараспай тұрады деген сияқты. Бұл екінші образ, қазір келесін көрсетем. Мынау келесі образ, қызыл көйлек мынадай, ұзын. Бұл да жақсы екен, негізі бұны среда күні киетін шығарым. Қалған четверг-пятницаға басқа да киімдер келеді, көреміз. Әзірге осы примерканы мен сіздерге көрсеттім, барлығы менің өлшеміме тап келіп тұр. Қазір осыларды эфирге киіп шығам алдағы күндері. Бүгін эфирде маған мынадай клубника в шоколаде келді. Қазір дәмін көрейік. Негізі мен клубника в шоколаде дегенді қатты жақсы көрмеймін. Бірақ жалпы арасында бір жеп тұратыным бар. Бірақ алдай қатты любитель емеспін. Свежий, күшті екен. Кешеден бері менде вообще настроение болған жоқ. Менің инстаграм аккаунтымды Инстаграм өзі блокировать етіп тастады. Шынымды айтсам, мен кеше деген оны ашып, кеше ұйқыдан тұрдым, аштым, қарасам. Короче, кірдімейді, заблокирован деп шығып тұр. Короче, басында шоке болып қалдым да, типа, блин деген сияқты не болды дегендей. Но потом негізі недавно менің бір танысымда сондай случай болды. Олның инстаграмын солай естеді, 4 күннен кейін ба қайтарды. Но біраз адамдар бар, который вообще қайтармаған, 3 айдан кейін қайтарған, там біраз уақыттан кейін, 1 жылдан кейін қайтармаған нелер бар, ситуациялар. Сондықтан да мен бірден онда біреулерге аштыртайын деп инсталардан сұрадым. Сонымен әйтеуір бір жігітті тауып соған аштыртуға қазір ақша төлеп тастадым. Шынымды айтайын, бір жаман ішім күйіп кетті. На ровном месте 360 мың теңге ақша төледім соған. Жаман обидно болып қалды бар ғой. Еще мен скоро туған күнімде бір лучше өзіме де бір нәрсе алам деп жүредім да негізі.
андай соған ақшам кетіп қалғаны жаман ішім күйіп кетті да. Бірақ енді әр нәрсенің қайыры бар. Просто ойладым, енді шығын шықпай кіріс кірмейді дейді ғой. Ақыры солай кету керек болып тұрған шығар деп. Сондай, ситуация болды. Енді қазір әлі 1-2 күн уақыт, содан кейін барып, маған только инстаграмды беру керек. Басқа инстаграм ашуға болады, потом подписчик жинауға болады, қайтадан. Бірақ мен ол деген бір енді соңғы 10 жылда жүргізіп келе жатқан страничкам шығар. Ішінде менің бұрынғы Астананың кезіндегі заттарым бар, сол кездегі таныстарым бар, бәрі содан бері тұрған аккаунтта. Мен оны қимаймын да, жүрегім ауырады, содан дейтін. Қазір енді біреулер түсінеді, біреулер түсінбейді, оны біреулер жай там страничка ғой деп түсінеді, біреу енді басқаша дегендей. Бірақ соған бола, менің настроением болған жоқ. Шынымды айтсам, кәдімгідей переживать еді. Еще маған үйдегілер по очереди звондайды. Не болды, сен қайдасың, инстаграмда жоқсың, что-то непонятно, таба алмай жатырмыз деп. А бізде енді үйдегілер, бізде бәрі Атырауда ғой, олар обязательно инстаграммен біліп отырады да, мені қайда жүр, не істеп жатыр бүгін деген сияқты. И сөйтіп бәрі звондап жатыр үйдегілердің. Мен айтамын, блин, каждый месе жылағым келіп сөйттім, потом әйтеуір ашуға болады, бірақ енді ақша беріңіз деген сияқты. Сондай нәрсе болғаннан кейін енді сөйтіп істеймін, соны күтем. Ашылып жатса инстаграм, қайтадан инстаграмға связьға шығамын. Бүгін бізде ужинға Папа Джонстан 2 пицца заказ бердік, жаңа алып кеттік. Мында цыпленок ренч, мында какая-то мексиканская. И соус береді, перец береді, плюс біз пиццаның бәрін мынадай перецпен жеуге үйреніп алдық. Енді қазір осылай жейміз. Кеше сатып алған клубниканы жеуге ұмытып кетіппіз. Қазір жуып шығарып жеп, мына жақта шубада қарап жатырмыз. Шубадаға скриптонит келіпті. Қазір қараймыз соны. Мен қазір жұмыстың алдында тұрмын. Жаңа ғана педикюр жасаттым, маникюр жасаттым. Мен үнемі экспресс маникюр педикюр жасатам. Негізінде көбіне педикюр менде ұзақ тұрады, сондықтан да тек маникюрді часто 3 апта сайын жасатып тұрам. Бүгінгі маникюр мынадай болды. Мен постоянно нюд жасатам. Маған ұнады, күшті нюд. Осындай. Содан кейін қазір уже жұмыстың алдына келдім, шығам, барам. Бүгін енді мен жұмысқа кеш бара жатырмын, себебі бізде техникалық үзіліс, яғни бізде день профилактики деп айтады. Негізі радио, телевидение барлығы жұмыс істемей қалады, кешкі сағат 5-ке дейін. Ол біздің кішкентай кезімізден бар ғой, негізі білетін шығарсыздар. Тап сондай бүгін күн, 2-3 айда бір рет болып тұрады. Қазір соған байланысты бізде бүгін тек қана 1,5 сағат эфир болады. Бүгін сағат 5-те басталады эфир, ал мен сағат 3:30 болды, қазір 3:30-да кірем ішке. Содан кейін 1 сағаттай менің зарядкам өшіп қалды. Қазір уже ішке кіріп, қайтадан зарядкаға қоям. Уже ішке кіруім керек. Бүгін 1,5 сағат эфир болады, тек қана. Әрине, әлде қайда жеңіл болады, себебі күнделікті 4 сағат эфирде отыру ол енді бөлек әңгіме. 1 сағат, 1,5 сағат жұмыс істеп шығу дейтін енді басқаша әңгіме. Ура! Менің аккаунтым блоктан шықты. Құттықтап қойсаңыздар болады десең де. Басында кеше, 2 күн бойы инстаграмсыз қалдым. Бүгін блоктан шықты. Как ощущается жизнь дейтін бар ғой, сол болып тұр. Негізі тұрғанда мұндай. Мен қазір сіздер көріп отырған осы влогты монтаждап бастап жатырмын жұмыста. Бүгін жұмысқа ертерек келдім. Бүгін 1 мамыр, мереке.
Сондықтан бізде мерекелік шығарылым болады, мерекелік эфир болады, сондықтан да бізде тракт болады. Негізі, когда күнделіктегідей емес, дефилемен бастайтын кезде, бір қойылымдар болатын кезде біз көбіне алдын ала ертерек келеміз, тракт жасаймыз. Тракт деген дайындық, репетиция сияқты ғой. Соған келеміз, ертерек жасаймыз. Бүгін енді мереке болғаннан кейін бізде ведущийлар қазақша киіммен шығамыз, қатысушылар әртүрлі ұлттың киімдерімен шығатын болады. Мен қазір өзімнің образымды көрсетіп жіберейін. Бауыржан келді айтпақшы. Менде қазақша мынадай образ, двойка малиновая, жылтырақтары бар, осындай қазақша образ болады бүгін менде. Сол, әзірге бізге кішкенеден кейін эфирге трактқа барамыз, дайындаламыз, боянамыз. Соған дейін мен пока что видеоны монтаждай берем. Дәл қазір эфир басталып жатыр. Мерекелік эфир, жігіттер әртүрлі ұлт өкілі болып киініп алған жігіттер.